Саламатсыз ба көрермен, бүгін құрт құрамындағы 7 қасиет туралы айтатын боламын. Ал келесі видеом апельсин қабығымен бауырды тазалап, қызуды түсіру жөнінде болмақ. Денсаулыққа пайдалы видеоларымды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Құрт қазақ дастарханындағы ежелден келе жатқан ерекше тағам. Пішіні кішкентай болғанына қарамастан, ол өте тойымды. Құрттың тойымдылығынан басқа пайдалы жақтары да бар. Бірінші, А витамині. Құрттың құрамында А витамині бар. Ол көздің қырағылығына, бойдың өсуіне, жасушалардың жаңаруына және иммунитеттің жақсаруына көмектеседі. Е витамині. Бұл азықтың құрамында жасушалардың қартаюына жол бермейтін және ағзаны оттегімен қамтамасыз ететін Е витамині бар. Д витамині. Ол рак және остеопороз ауруларының пайда болуын тежейді. Күн қысқарған уақытта ағзада Д витаминіне деген қажеттілік туындайды деп жазады Ауырмаңыз газеті. Сондықтан қыстыгүні құрт жегеннің орны бөлек. С витамині. Құрттың құрамында аскорбин қышқылы бар. Ол иммунитетті нығайтады және ағзаның қорғану функцияларын жақсартады. Минералдар. Құрттың құрамында көп мөлшерде калий бар. Ол сүйектің сыртқы қабатын қатайтады және зат алмасу үдерісіне тездетеді. Сонымен қатар, белсенді түрде коллагеннің қалыптасуына қатысады. Ал коллаген теріні жақсартады. Құрт керемет сергітетін құрал. Қан азығында физикалық және психикалық жүктемелер кезінде жақсы көмектеседі. Алтыншы, микрофлора. Құрт ішектің микрофлорасын қалпына келтіруге оң әсерін тигізеді. Қысуға қарсы құрал. Құрт қысуды басады, кейде оны толығымен тоқтата алады. Яғни құрт жүкті әйелдерге пайдалы деуге болады. Әйткенмен, құрамында көп мөлшерде тұз болғандықтан құртқа тым құмар болмаған жөн. Бауыры немесе жүрек қан тамыры дерті мазалайтын адамдарға оны жеуге болмайды. Осы жағы есіңізде болсын. Бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып, пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.